Армысыңдар, құрметті білім алушылар. Астана политехникалық жоғарғы колледжінің алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің оқытушы ұйымдастырушысы Шералиев Жасұлан Ерниязұлы. Бөлімнің атауы өмір қауіпсіздігі және ақпараттық технологиялар негіздері. Сабақ тақырыбы экологиялық қауіпсіздік. Сабақтың мақсаты білім алушыларға экологиялық қауіпсіздік құндылығы туралы түсінігін дамыту, ауа мен судың табиғаттағы маңызы туралы түсінік беру, суды сақтау жолдарымен таныстыру. Табиғатты қорғау мемлекеттің маңызы зор іс. Қасым-Жомарт Тоқаев. Ал енді балалар, сабақты бастамас бұрын сіздерге сұрақ. Экология дегенді қалай түсінесіңдер? Экология ғылымы нені зерттейді? Экология терминін ең алғаш рет 1866 жылы дарынды неміс Эрнест Геккель енгізді. Экология гректің эйкос үй, логос ғылым деген сөзінен шыққан, яғни өз үйіндегі ағзалар деген мағынаны білдіреді. Экологиялық қауіпсіздік қоршаған ортада экологиялық тепе-теңдікті қамтамасыз ететін және табиғи орта мен адамның тіршілігіне зиянын тигізбейтін жай-күйлер, үдерістер мен іс-қимылдардың жиынтығы. Атмосфераны ластаушы табиғи және антропогендік көздер бар. Табиғи ластаушы көздерге шаңды дауыл, жанартау, өрт, жел, организмдердің ыдырауы жатады. Антропогендік ластаушыға жылу электростанциялары мен жылу орталықтары, автокөлік, қара түсті металлургия, машина жасау, химиялық өндіріс, ауыл шаруашылық өндіріс және құрылыс жатады. Ауадағы барлық ластанулар адам ағзасына биологиялық әсерін тигізеді. Олар тыныс алуын қиындатады, жүрек қан тамыр ауруларына әкеп соғады. Түтін көліктердің пайдаланылған газдарының көмірсутек пен азот тотығының арасындағы реакцияның нәтижесінде пайда болады. Қазіргі жағдайда атмосфераға 400 миллионнан астам күл, күйе, шаң және әртүрлі қалдықтар мен құрылыс материалдардың бөлшектері түседі. Қазіргі уақытта атмосфераны ластайтын 500-ден астам зиянды заттар есепке алынған. Өнеркәсіптік аймақтар. Қазіргі заманда өнеркәсіп аймағы халықтың жалпы ауруының 30% атмосфераның ластауына байланысты. Ластанған ауа ең алдымен өкпеге, тыныс алу мүшелерін әсер етеді. Суық тию, бронхит, өкпенің қабынуына әкеп соғады. Су қоймаларының азаюы. Қазіргі кезде су қоймаларының су көлемі едәуір азаюына алып келді. Су айдындары тартылып, шағын өзендер құрғап, құдықтар кеуіп жатыр. Сол маңдағы халық шаруашылық өнімдері азайып жатыр. Пестицидтер өсімдіктердің түрлі зиянкестерден, арамшөптерден қорғау құралдары. Адам ағзасына пестицидтер тікелей көкөніс, жеміс-жидек, дәнді дақылдар арқылы түседі. Адам ағзасына түскен пестицидтер адам шығынын алып келуі мүмкін. Сол үшін қолды мұқият жуу керек, көкөністерді жуу керек, өйткені олар басым бөлігі өнімдердің бетінде жиналады. Топырақтың ластануы. Адамның өнеркәсіп қызметінің нәтижесінде топырақтың ластануы орын алады. Бұл ауыл шаруашылығының жарамды жерлерінің қысқаруына әкеледі. Өнеркәсіп қалдықтарының негізгі түрлері
жылу электр станциялары мен металлургия зауытынан шыққан қождар, құрылыс қоқыстары және тағы басқалар. Топырақ мұнай өнімдерімен және де басқа химиялық заттармен ластанады. Олар топырақтың микроорганизмдерге және де өсімдіктердің тамыр жүйесін залал тигізеді. Топырақ ядролық сынақтардан кейін радиобелсенді қалдықтармен таған бетіне түседі. Сөйтіп тірі ағзаларды зақымдайды. Бұл ерте қартаюға және де өмір сүрудің ұзақтығының қысқаруына әкеп соғады. Қоршаған ортаны ластаудың алдын алу жолдары. 1. Жекеленген өндіріс орындары мен өнеркәсіптерде қазіргі заманғы ғылым мен техника жаңалықтарын пайдалану. Өндіріске аз қалдықты немесе қалдықсыз технологияларды енгізу. 2. Экологиялық заңдардың орындалуын үнемі қадағалау. 3. Көпшілікке үздіксіз экологиялық білім мен тәрбие беру және экологиялық әдеп пен мәдениетті қалыптастыру. 4. Табиғи биоценоздарды сақтап қалу үшін қорықтар, қорыққорлар, ұлттық саябақтар, табиғи ескерткіштер ұйымдастыру. 5. Аталған шараларды жүзеге асыру әрбір азаматтың міндеті мен борышы болып саналады. Сонда ғана біз туған өлкеміздің табиғатын өз қалпына сақтап қалуға немесе қайта түлетуге үлес қоса аламыз. Қазір сіздерге ауа мен судың ластануы туралы бейнематериал ұсынбақпын. Бейнематериалдың соңында сұрақтарға жауап береміз. Бірге қарайық. Жердің 70%-ын су алып жатыр. Тіршіліктің маңызды қайнар көзі болғандықтан, оның ластануы ғаламдық мәселе. Зиянды заттар өзенге, көлге және теңіздерге түскенде су сапасы нашарлайды. Бұл судағы тіршілік пен адам денсаулығына зиян тигізеді. Көп түрлер ластанған суда тіршілік ете алмайды. Сондықтан біз судағы жануарлар мен өсімдіктер арқылы ластанудың бар жоғын біле аламыз. Судың көп бөлігін адамзат ластаған. Ауыл шаруашылығында қолданылатын химикаттар су ластануының негізгі көзі. Фермерлер дақылдардың өнімділігін арттыру үшін оларға тыңайтқыштар мен пестицидтерді себеді. Бұл заттар жауын шашын түзген арналар арқылы табиғи су жолдарына жетіп, эвтрофикацияны тудырады. Эвтрофикация тыңайтқыштардағы азот, фосфор сияқты қосымша қоректік заттар су экожүйесінің тепе-теңдігін өзгерткенде пайда болады. Фитопланктон өсімдіктерге ұқсас микроскопиялық ағза. Олар бұл қоректік заттарды өсу үшін қолданып, тез арада көбейеді. Бұл суды балдыр басып кетуіне әкеледі. Балдырлар көмірқышқыл газымен қоректенеді, және олардың жоғарғы тығыз қабаты күн сәулесін бөгейді. Бұл өзге өсімдіктерді не өлтіреді, не өсуін тежейді. Өсімдіктер өлгенде, судағы еріген оттегін тұтынушы бактериялар арқылы бұзылып шірейді. Ақыр соңында су өлім аймағына айналады. Адамдар тіршілік ету барысында жердің ауа қабатына әсер етеді. Мысалы, зауыттар мен фабрикалар ауаны ластайтын әртүрлі қалдықтар шығарады. Көліктер де ауаны ластауда. Ауаның ластану себептері орманды кесу, радиация, пайдаланған газдар, улы газдар, түрлі қалдықтар және басқа да зиянды заттардың ауаға таралуы. Мұның алдын алу үшін адамдар әрдайым ауаны зиянды заттардан тазартудың жолын іздестіреді. Біздің мемлекетімізде де ауаны қорғау шаралары жүргізілуде. Қазақстан Республикасының Конституциясында ауаны қорғау туралы заң бар. Еліміздің әрбір азаматы елімізді қорғау керек екенін есте сақтауы керек. Деніміз сау болып, бақытты өмір сүру үшін бізге ең алдымен таза ауа қажет. Ауаны ластамаңыз. Ал енді балалар, сұрақтарға жауап берейік. Қалай ойлайсыздар? Жердің неше процентін су құрайды? Эвтрофикация дегеніміз не және қайдан пайда болуы мүмкін? Фитопланктон дегеніміз не? Өндірістік ластауға не жатады?
Суды қорғау үшін не істер едің?